Сахнадан біраз уақыт алыстап кеткен Балжан Бидаш Америкадағы саяхатынан оралған соң Әйгерім Есенәліге ашық сұхбат берді. Әнші алғаш рет өз қиялындағы ер адамның бейнесін ашық көрсетті. Балжанның айтуынша, жігітке деген талабы көп емес, бірақ ең бастысы оның табысы өзінікінен жоғары болуы тиіс. Сұхбат барысында ол кез келген бойжеткеннің қиялында бір идеал жігіттің болатынын айтып, өзінің талғамына сай келетін азаматтың нақты фотосын көрсетті. Көрсетілген суретте шетелдік актер жігіт бейнеленген. Ол Балжанның стандартына сай келетін көрінеді. Сонымен қатар өнер иесі шынайы махаббатты армандайтынын және оны әлі бастан өткермегенін жеткізді. Бұдан бөлек подкастта Америкаға жасаған сапары туралы айтып, шығармашылықпен айналысатын жандарға маңызды кеңес берді. Америкаға бару бала кезден арманым болатын. Сол армандарымды жүзеге асырдым. Сол жақтағы деңгейлерді көрдім. Жалпы, әр шығармашылық адамына Америкаға барып қайтуға кеңес беремін. Сол кезде Қазақстанда қай деңгейде жұмыс істеп жүргеніңді түсінетін боласың. Америкада жүргенде жоғары деңгейді сезінесің. Масштаб бар, деді әнші. Балжан Бидаш көптің көкейінде жүрген сұраққа Инстаграмдағы парақшасында жауап берді. Балжан Бидаш, Жақан Отарғалиев пен достар, сіздер шындықты білуге лайықсыздар. Біз осы уақытқа дейін біз үшін алаңдап жатқандарыңызға рахмет. Сондықтан рас па, өтірік пе деген ақпаратты біз екі жаққа кеттік деп растаймыз. Өмір болған соң біз күтпеген жағдайлар болады екен. Әркім өзінше бақытты болатынына сенемін. Бұлай болғанына қарамастан Жақанның әр бастамасына шығармашылығын қолдаймын. Ешкімнің ала жібін аттамаймын. Қазақ киносынан өз орнын тапқан еңбекқор қайсар жан деп жазды әнші Инстаграм желісінде. Балжан Бидаш бір сұхбатында астарлап еркіндікті аңсағанын айтты. Ешкімнің сенің өміріңде билік етуге құқығы жоқ, дейді ол. Оқырмандар Жақанның жанында тордағы құс сияқты еді. Ажырасқаны дұрыс болды деп пікір қалдыруда.